Аурухананың ұзын дәліздері түнде тіпті ұзарып кеткендей көрінетін. Ақ жарық шамдар қабырғаларға суық реңк беріп, әр қадам сайын аяқ дыбысы жаңғырып естілетін. Сол дәліздермен үнсіз ғана жылжып жүретін бір жан бар еді, медбике Дана. Оны көп адам байқамайтын. Дәрігерлердің есімдері жиі аталып, олардың әр шешімі талқыланып жататын. Ал Дана болса, сол шешімдердің орындалуына жан тәнімен атсалысып жүрсе де, көлеңкеде қала беретін. Оның қолымен берілген дәрілер, уақытында қойылған уколдар, түн ортасында тексерілген науқастар, бәрі де біреудің көзіне түсе бермейтін ұсақ түйек сияқты көрінеді. Бірақ Дана үшін бұл ұсақ түйек емес еді. Ол әр науқастың жанарынан үміт іздейтін. Біреудің әлсіз қолын ұстап, жылы сөз айтудың өзі кейде ең күшті ем екенін ол жақсы білетін. Бірақ оның бұл қамқорлығын ешкім ерекше деп қабылдамайтын. Себебі бұл оның жұмысы ғана сияқты көрінетін. Кей түндері ол шаршағаннан қабырғаға сүйеніп көзін бір сәтке жұмып алатын. Бірақ ұзақ демалуға уақыт жоқ. Тағы бір шақыру, тағы бір дабыл, тағы бір науқас. Дана, палата 12-ге тез бар деген дауыстар жиі естілетін. Ол ешқашан жоқ демейтін. Бір күні түскі үзіліс кезінде дәрігерлер асханаға жиналды. Олар бір күрделі операцияны талқылап, өзара пікір алмасып жатты. Сол кезде біреуі: "Бүгінгі жетістік нағыз кәсіби деңгейдің көрсеткіші", деді мақтанышпен. Барлығы бас изеп келісім білдірді. Ал дәл сол сәтте Дана бұрышта үнсіз ғана шайын ішіп отырды. Сол операциядан кейін науқастың жағдайын түн бойы бақылаған, әр өзгерісті дер кезінде байқап, қажетті әрекеттерді жасаған дәл өзі еді. Бірақ оның аты аталмады. Ол бұған үйреніп кеткендей еді. Ішінде бір сезім болса да, оны сыртқа шығармайтын. Тек терең тыныс алып, қайтадан жұмысына кірісетін. Сол күні кешкісін аурухана ерекше тыныш көрінді. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмайтынын Дана іштей сезгендей болды. Кешкі тыныштық шынымен алдамшы болып шықты. Сағат түнгі 11-ге таяғанда бөлімшені кенеттен дабыл үні жарып өтті. Бір палатада жағдай күрт нашарлағаны туралы хабар тарады. Дәрігерлер бірден жүгіріп, медбикелер қозғалысқа түсті. Аурухананың баяуырғаға әп-сәтте дүрбелеңге айналды. Палата 7. Жедел деген қатқыл дауыс дәлізді жаңғыртты. Дана сол сәтте ақ орнынан атып тұрды. Оның жүрегі жылдам соққанымен, қимылы әдеттегідей нақты әрі сабырлы еді. Ол қажетті құралдарды іліп алып, бәрінен бұрын палатаға жетті. Ішке кіргенде көрген көрініс ауыр еді. Науқастың тынысы тарылып, көзқарасы көмескілене бастаған. Аппараттар бір қалыпты емес дыбыс шығарып тұр. Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай болды. Бірақ Дана үшін ондай сәт жоқ. Тыныс алу жолын тексеру керек, қысым төмендеп барады деп ол ішінен тез есеп жүргізді. Қолдары дірілдеген жоқ. Ол дереу алғашқы көмек көрсете бастады. Қасында ешкім жоқ еді, дәрігерлер әлі жетпеген. Секундтар сағаттай созылды. Дана науқастың жағдайын тұрақтандыруға бар күшін салды. Оның әр қимылы тәжірибеден туған дәлдік. Әр шешімі жауапкершіліктің салмағын сезінген адамның таңдауы. Сыртта аяқ дыбыстары жақындай бастады. Бірақ дәл сол сәтте аппараттағы көрсеткіш тағы да қауіпті деңгейге түсті. Бұл жолы бәрі бір ғана сәтке байланысты еді. Дана терең тыныс алды. "Мен үлгеруім керек", деді ол сыбырлап. Оның көз алдында тек бір ғана мақсат тұрды: адам өмірін сақтап қалу. Есіктің ар жағында дәрігерлер жүгіріп келе жатты. Бірақ сол қысқа уақыт аралығында палатадағы тағдыр тек Данаға сеніп тапсырылғандай. Есік тарс ашылып, дәрігерлер ішке енгенде, олар күтпеген көрініске тап болды. Дана науқастың жанында тұр еді. Оның көзқарасы жинақы, қимылдары дәл, ал аппараттағы көрсеткіштер біртіндеп тұрақтала бастаған. Жаңа ғана қауіпті деңгейге түскен жағдай қазір баяу болса да қалыпқа келе жатқандай. Бір сәтке бәрі үнсіз қалды. "Қандай әрекет жасадың?" деді дәрігерлердің бірі асығыс, бірақ таңданысын жасыра алмай. Дана қысқа ғана жауап берді, тынысы әлі де ауыр. "Жағдай күрт нашарлады. Тыныс жолын ашып, қысымды ұстап тұруға тырыстым." Оның даусында мақтаныш жоқ еді. Тек шаршау мен жауапкершіліктің ізі ғана сезілді. Дәрігерлер бірден жұмысты жалғастырып кетті.
Бірақ олардың әрқайсысы бір нәрсені анық түсінді, дәл сол бірнеше минутта шешуші қадамды Дана жасаған. Егер ол кешіккенде, егер ол батылдық танытпағанда, егер ол жауапкершіліктен тайсалса, бұл палатадағы оқиға мүлде басқаша аяқталуы мүмкін еді. Бірнеше минуттан кейін жағдай толық бақылауға алынды. Аппараттар бірқалыпты дыбысқа көшті. Бөлмедегі ауыр атмосфера біртіндеп сейіле бастады. Дана бір қадам артқа шегінді. Қолдары енді ғана сәл дірілдей бастады. Барлық қысым, барлық қорқыныш дәл қазір ғана бойынан шыққандай. Ол ешкімге қарамады. Әдетінше үнсіз ғана өз орнын босатты. Бірақ бұл жолы бір нәрсе өзгерген еді. Дана, деді артынан бір дауыс. Ол бұрылды. Дәрігерлердің бірі оған тік қарап тұрды. Көзқарасында бұрын болмаған құрмет бар еді. Жақсы жұмыс. Қысқа ғана сөз. Бірақ Дана үшін бұл сөздің салмағы өте ауыр еді. Ол алғаш рет өз еңбегінің шын мәнінде байқалғанын сезді. Сол сәтте оның ішінде бір ерекше тыныштық орнады. Бұл жай ғана алғыс емес еді. Бұл мойындау еді. Бірақ ең маңыздысы, ол өзі де енді өзіне басқаша қарай бастады. Таң ата аурухана қайтадан өз әдеттегі ырғағына түсті. Дәліздерде асығыс қадамдар, палата есіктерінің ашылып жабылуы, аппараттардың бір қалыпты дыбысы, бәрі бұрынғыдай. Бірақ Дана үшін бәрі өзгерген еді. Кеше түндегі оқиға оның ішінде бір нәрсені оятты. Бұл сыртқы мақтау ғана емес еді. Бұл өзінің кім екенін түсіну. Ол әдеттегідей жұмысын бастап кетті. Тағы да науқастар, тағы да тапсырмалар. Бірақ енді оның жүрісінде сенімділік бар еді. Көзқарасында тыныш күш. Палатаға кірген сайын ол бұрынғыдай жай ғана міндетін орындап жүрген жоқ. Ол өзінің әр әрекетінің қаншалықты маңызды екенін сезінді. Сол күні дәрігерлердің бірі әріптестер жиналған жерде. Кеше түндегі жағдайды бәріңіз білесіздер. Уақытында жасалған әрекет бір өмірді сақтап қалды. Сол үшін деп сәл кідірді де, Данаға алғыс айтқым келеді деді. Бөлмеде үнсіздік орнады. Кейін біртіндеп қол шапалақтау естілді. Бұл Дана үшін күтпеген сәт еді. Ол қысылып қалды. Бірақ бұл жолы басын төмен түсіріп көлеңкеге кетіп қалмады. Ол жай ғана жымиып басын изеді. Өйткені ол енді түсінді. Нағыз батырлар әрдайым алдыңғы қатарда жүрмейді. Кейде олар түн ішінде шаршап жүріп, біреудің қолын ұстап тұрған жандар. Кейде олар ешкім байқамайтын, бірақ ең маңызды сәтте шешім қабылдайтын адамдар. Кейде олар дәл Дана сияқты үнсіз келеді. Сол күннен бастап әріптестері оған басқаша қарай бастады. Бірақ ең үлкен өзгеріс оның өз ішінде болды. Дана енді көлеңкеде жүрген адам емес еді. Ол өз орнын білетін, өз қадірін түсінген үнсіз батыр еді. Ал аурухананың ұзын дәліздерімен енді біреу байқамай өтсе де, ол бұрынғыдай көрінбей қалмайтын. Себебі кейбір жарық көзге емес, жүрекке көрінеді.